Sürmüşsene. Yeni kanalıma hoş geldinizler. Bugün özünde dayındayız. Vafli dayındayız. Yani жұмсақ vafli dayındayız. Parmayı vaflinse de bize керек заттар ол 3 жұмыртқа, 100 грамм шекер, 200 грамм ұн және 1,5 шай қасықпенен жасөкейді араластырып қоямыз бірден. Және мен 5% йогурт алдым. Сіздер қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. 150 граммнан 100 граммға екен. Осыны қосамыз қазір. Және де 100 грамм ерітілген сары май. Мынау ерітілген сары майымыз. Алдымен 3 жұмыртқаға 100 грамм шекерімізді қосып, сол шекерімізді ерігенше араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды құямыз. Қатты ыстық болмау керек, қыздар. Кедейлік араластырып аламыз. Йогуртымызды салып алдық, жақсылап араластырамыз. Қыздар, біздің ингредиентіміз осындай бір керкі болып шығу керек. Енді қауосыны пісіріп аламыз. Енді печкамызға саламыз. Қатты толтырмаймыз, сыртынан шығып кетіп жүрмесін, қыздар. Енді піскенін күтеміз. Қыздар, мынандай әдемі шат. Арасын қараңыздаршы. Қандай күшті, жұмсақ. Мягкий, кәдімгі.